2008 жылы біз студент кезімізде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында студент болып жүрген кезде Сарын деген ансамбльде оқу бағдарламасына енген ансамбль. Сол жерде бірге ойнадық. Одан кейін 1-2 жылдан кейін жаңағы Сазген ансамблінде ойнадық. Сөйтіп жүрген кезде сол 2008 жылы біздің шабытымыз қозып, өйстіп Тұрана деген ансамбль дүниеге әкелдік. Әкелгенде қызық, біз бір ансамбль құрамыз деген ой болған жоқ. Таза өзіміз аспаптарымызды алып, ойнап, бір шығармашылық бір байланыста болдық та, сөйтіп Наурыздың 1 күні алғаш рет сахнаға шықтық. Лекция концертте, Сарын ансамблінің концерті болатын. Содан кейін басталды. Ақырындап 8 наурызда бір концерт болды, одан кейін қай айда? Бірден күзде Германияның концерт хаус залында өнер көрсетіп кеттік қой, бірден. Сөйтіп басталып кетті. Қазіргі таңда мысалы үшін халықтың қалауына қарайды ғой көп өнерпаздар. Негізі біздің ойымызша ол дұрыс емес. Біз керісінше әртіс ретінде, өнерпаз ретінде халыққа сапалы бір дүние, тәрбиелік мәні бар, құнды дүние беруіміз керек. Сол тұрғыдан ойлап келген кезде біз не істейміз, қандай мақсат қоямыз, бағытымыз қандай болады деген нәрселерді өзімізге жаңағы тізіп жазып алып, сол мақсаттарға біртіндеп біз жетіп келе жатырмыз. Ұлттық аспаптарды жаңғырту, өзіміздің жаңағы жастардың көзқарасын осы ұлттық өнерге деген көзқарасын одан ары жаңағы жетілдіру, дамыту, қызықтыру, оларды өнерге тарту. Сол сияқты мынау ғылым саласында әркім өзінің аспабын жетілдіру, зерттеу сияқты алға қойған жаңағы Қазақстан бойынша беретін концерттеріміз бар. Ұлттық өнерімізді шетел көрермендеріне насихаттау, паш ету деген дүние бар. Соның барлығы біртіндеп орындалып келеді. Қанша енді араға бір 3-4 ай салып, біз енді ойланамыз ғой. Бір атау қояйық ансамблінің қалай болады деп. Жас екпін, неше түрлі тұмар, әйтеуір болмайтын аттар сарапқа салынды ортаға. Соны талқыладық, бірақ Серіктің әкесі айтты, Тұран деп көрмедіңдер ма дейді. Сосын неге Тұран деп? Өзі жаспыз ғой енді. Кішкене соны тарихқа үңіліп, оқи бастадық, зерттей бастадық. Сөйтіп, мынау Тұран өркениеті болған, түркітілдес халықтарының тоғысқан бір үлкен өркениеттің атауы ғой енді. Сол атау бізге білмеймін бір жаңа дем берді, және де біздің мақсатымызды одан сайын айқындай түсті. Бізде негізі 40-тан астам шығармаларымыз бар. Соның бір 70% өзіміздің төл туындыларымыз, өзіміз шығарған, өз жанымыздан. Қалғаны сол халық композиторларының өңдеуіндегі шығармалар. Сосын мынау фольклорлық ансамбль мен симфонияның қосындысы. Өзіміздің сол композицияларымызды симфонияға өңдеп, тағы да шығармаларды одан сайын бір басқа дем беріп, басқа деңгейде паш еттік. Алғаш енді мынандай форматта пайда болғаннан кейін көп адамға бұл формат кішкене таңсық көрінді, болмаған дүние болды. Бірақ тыңдаған адамдар айтады, түсінбейді. Бірақ біртіндеп бір қабылдау кішкене басқаша. Енді бұрын сондай болмаған дүние. Бірақ біртіндеп халықтың жүрегіне бұл нәрсе сіңді, ұялады, сүйіп тыңдайтын болды. Көп адамдардың жаңа көздері жетті. Бұл дүниенің өте қажет екендігін, бұның жаңағы жастарға беретін жаңағы берер көп, мол дегендей. Енді қолдау көрсеткен адамдар көп болды. Ең алғашқыда мысал үшін пайда болған кезде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының әкімшілігі бізге Және Яхияқызы қолдау көрсетті. Ақтоты Рахметоллақызы сол кезде проректор болды ол кісі. Ол кісілерді бізге жаңағы шығармашылық тұрғыда ұйымдастыру, осы өз-өзіңді дамыту жағына келген кезде де көп көмек көрсетті. Әрине өзіміздің жеке ұстаздарымыз сабақ берген кафедрамыз, факультетіміз ол өз алдына
Мысалы үшін алған біліміміз еңбек бірінші еңбектену керек, көп еңбектену керек, сосын өз ісіңді сүю керек, істеп жатқан ісіңе адал болу керек та. Былай айтқан кезде біз өзімізді өзіміз қалыптастырдық. Біздің негізгі мақсатымыз ұлттық құндылық, ұлттық дүниеміз түркі әлемінің құндылығы болғандықтан, енді анау арадағы біздің жаңағы болашақ ұрпақ ұлттық аспаптарымызды дамытуымыз керек, ұлттық өнерімізді дәріптеуіміз керек, жаңағы әлемдік нарыққа шығаруымыз керек, этномузыканы жетілдіруіміз керек деген дүниелер көкейде бойымызға сіңіп кеткеннен кейін жаңағы ақшаға ештеңеге қызықпайсың. Бірақ бір қызығы бұл біртіндеп өз ақшаға айналады екен. Ең басты негізі сол ғой. Істейсің ба жан тәніңменен, үлкен табандылықпенен, үлкен жаңағы күш жігерменен егер кірісетін болсаң, ол өзімен өз жемісін алып келеді. Арамызда да мысалы үшін бір келіспеушіліктер болады. Шығармашылық тұрғыда, қарапайым бір адами тұрғыда дегендей. Бірақ көздеген алға қойған мақсатың андай болғаннан кейін, сен бұның барлығы, қалған дүниенің барлығы бір өте бір ұсақ дүние болып қалады екен да. Пандемия кезінде COVID Home концерт деп челлендж жасап, хэштег орнатып, біздің шет елдегі, шет мемлекеттегі достарымызбен, музыкант әріптестерімізбен импровизация деймін ғой? Коллаборация жасадық. Отандастар деген қор бар. Мына шет елдегі, шет мемлекеттегі біздің қандастарымызға және сол шет елдегі тұрғындарға арнап онлайн тікелей эфирде осы Қазақ концерт залында үлкен бір лекция концерт жасадық. Жалпы өзім 7 жасымнан домбыра аспабында ойнаймын. Кішкентай кезінен музыкаға жақын болдым. 7-ші сыныптан 9-шы сыныпқа дейін балалар шығармашылық орталығында оқыдым. Ол жақта енді нота үйреніп дегенде домбыраны ары қарай дамытып дегенде сол кезден бастап бізде интернет желісі пайда болды. Интернет арқылы көптеген, YouTube арқылы көптеген видеоларды қарап, музыка тыңдап, сол кезде Тұран ансамблі көзіме түсті. Сол жылдан бастап мен тыңдай бастадым шығармаларын. 9-шы сыныптан кейін Алматыға оқуға түстім. Чайковский атындағы колледж 4 жыл сол жерде тәмамдап, консерваторияның 1-ші курсына түскен кезде Тұран ансамбліне кастинг жариялады. Сосын мен барып, ағаларымыз алдынан өтіп, жаңағы кастингтің мақсаты жаңағы домбырада ойнау керек болды, сыбызғы аспабында және көмеймен қайлау әдісін кішкене болсын меңгеру керек болды. Енді сол жерде бар өзім білетінімді, жаңағы өнерімді көрсеттім. Содан бастап жаңағы Тұран Juniors атты кішігірім топқа қабылдандым. Жарты жылдан кейін Тұран ансамблінің негізгі құрамына алындым. Мен де сол кішкентай кезімізден енді жалпы өнерге ата-аналарымыз баулып өсірді ғой. Осы колледж, жаңағы Чайковский атындағы музыкалық колледжде оқып жүрген кезімде шын айтқанда өнерге енді тәй басып келе жатқан жан-жақты қандай өнер топтары бар деген сияқты жан-жақты енді танып біліп жатқан кезім сол уақыттарда. Сол кезде шын айтқанда Тұран ансамблінің жалпы бар екенін мен білмеппін өз басым. Колледжде оқып жүрген кезімізде Арықбаев Абзал деген және бауыржан ағаларымыз сол колледж қабырғасында бізге дәріс беріп, ансамбльден, қосымша аспаптардан сабақ беріп жүрді. Бір қызық болды, сол кезде Тұран ансамблі Ер Тұран атты шығармашылық жаңа дисктің несі болды, концерті болды. Сол концертке біз қатысып, біз қатысқанда көмекші ретінде жаңағы көпшіліктің арасында қойылымда актер ретінде жүрдік сол уақытта. Содан кейін күннің бір күні бізді жаңағы мені осы жаңағы неге шақырды, репетицияға шақырып, сол жақта сенің әке шешеңмен сөйлесіп қойдық, осылай деген кезде мен түсінбеймін, қалай ол, мен білмеймін. Сөйтіп жаңағы одан кейін бір айдың төңірегінде дәл солай осы топ шығармашылығын жаттап кірістік толықтай. Содан кейін бір үлкен шығармашылық кеш өткіздік.
мен өз басым халықтан шабыт аламын. Яғни энергетика дегенді айтып кетті жаңа Бауыржан аға. Концерт кезінде көрермендерден әртүрлі энергетика беріледі. Жақсы энергетика берілген кезде арқан қозып, жаңағыдай шабытың пайда болады. Ал кейбір кезде энергетика сәл нашарлау болған жағдайда шабыт келмей қалуы да мүмкін. Жалпы әр мемлекетте де бір ерекше қабылдайды ғой, бірақ дегенмен де осы түрік бауырларымыздың ыстық ықыластары ерекше өткен. Әр кез болсын аяқ қолын жерге тигізбей қарсы алып, соңына дейін жаңа шығарып салып дегендей ғой. Барлық жағдай жасап, қошемет болсын, жан жақты енді бір керемет ерекше әсерде қайтамыз. Жоспар әрине көп. Осы биыл Фолькен симфония концертін берсек деп отырмыз, үлкен Қазақ концерт залында. Сосын тағы да жеке-жеке сольный дейді ғой, жеке концертімізді берсек, мысалы Мақсат, Жанту, Ержігіт бөлек-бөлек жеке концерттерімізді берсек деп отырмыз. Түркияға сапарымыз бар. Бұйырса алдағы уақытта күзде де қазір енді келісіп жатырмыз. Бұйырса мүмкін Европаға да табан тіреп қаламыз.